Саламатсыз ба көрермен, ағаш бүршіктері қандай ауруларға ем екенін білесіз бе? Бүгінгі видеом осы тақырыпта болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды жіберіп алмас үшін Шипа YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Ескерту, кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Күлімдеп көктемде келді. Ағаштар бүршік атып, жапырақ жая бастады. Яғни емдік қасиеті бар өсімдіктердің бүршігін жинайтын уақыт келді. Ендеше, қандай бүршіктер емдік қасиеттерімен ерекшеленеді? Оларды қалай қолдану керек екенін біле жүріңіз. Бұл сәтті жіберіп алмаңыз. Ағаш бүршіктерін ерте көктемде, олар енді өсіп келе жатқан кезде жинау керек. Әлі өспеген ұйқыдағы бүршіктерді алмай-ақ қойыңыз, себебі олар пайдалы заттарды жеткілікті түрде жинап үлгермеген. Бүршіктер жарылып, гүлдеудің алдында тұрған кез кейбір үшін кеш болуы мүмкін. Яғни, бүршіктердің ем болатын кезі әр ағашта әркелкі. Бүршіктердің сыртқы келбетіне назар аударыңыз. Олардың түсі қоңыр, шайырлық, қабыршақты болуы керек. Кей кезде түбірі жасыл болып келеді. Бүршіктерді иіскепте көріңіз. Бүршіктердің бөртіп ісінуі кезінде оның иісі жағымды, әрі қолмен ысқылағанда жұпар иіс күшейе түседі. Емдік қасиеті бар өсімдіктерді ауа райының жаңбырлы кезінде жинамайды. Сондықтан бүршіктерді жайма шуақ күндері жинаңыз. Өз күндерді бұтақтан түбірімен өткір пышақпен кескен дұрыс. Кейде оларды бұтағымен бірге де кесіп алады. Бүршіктерді кептірген соң бұтақтарды қайың, терек, көктерек, шие ағаштарының бұтақтарын шырпуш қайшымен, секатормен ұсақтап турап, зоппен дисбактериоз кезінде дәнекер тіндерін нығайту үшін шай ретінде демдеп ішуге болады. Бүршіктерді 30 градустан жоғары емес температурада арнайы кептіргіштерде кептіреді, немесе құрғақ желдетілген күн сәулесінен қорғалған орындарда кептірсе де болады. Кептірілген бүршіктерді матадан тігілген қалташаларда 2 жыл көлемінде сақтауға болады. Қайың бүршіктері. Қайың бүршіктерінің құрамында адам ағзасына қажетті эфир майлары болады. Олар бауыр жұмысы мен қан айналымын реттейді, жұқпалы аурулардан қорғайды. Қайың бүршіктерінің несеп айдағыш әсері болғандықтан оны қан қысымының көтерілуі кезінде және дененің ісінуі кезінде қолданады. Безеу мен түрлі тері бөтпелері кезінде қайың бүршіктері тұнбасын ысқылайды. Қайың бүршіктері антисептикалық вирусқа қарсы, безгекке қарсы, қалпына келтіруші әсерге ие. Несеп айдағыш антисептикалық тұнба жасау үшін 1 стакан қайнаған суға 1 шай қасық бүршікті, оған шай қурай аскөк тұқымдарын қосуға болады. Демдеп 20 минутқа қалдырады. Оны сүзіп, күніне 1-3 стаканнан 3 рет тамаққа дейін қабылдайды. Осы тұста ескеретін жағдай бар. Көп мөлшердегі қайың бүрлерінің тұнбасы бауыр тіндеріне тітіркендіргіш ретінде әсер етуі мүмкін. Сондықтан оны қабылдарда жоғарыда аталған өсімдіктермен қоса пайдалануға болады. Бірақ дұрысы дәрігермен кеңесу. Қарағай бүршіктері. Қарағай бүршіктерінде шырышты заттар мен эфир майлары бар. Олардың қайнатпасы ингаляция мен ванналар үшін қолдануға болады. Ішке қолданғанда және ингаляцияда ол қабынуға қарсы, вирусқа қарсы қақырық түсіретін және жұмсартатын қасиетін көрсетеді. Тұмау кезінде қарағай бүршіктерін терек бүршіктермен қоса қолданса, емдік әсері еселене түседі. Сонымен қоса, уролития кезінде несеп айдау және антисептикалық көмек көрсетеді. Ұсақталған қарағайдың қылқан жапырағы мен өсімдік майын 1:5-1:10 пропорциясында ыдыстың сыртынан су құйып, су ваннасы 2 сағат қайнатады. Мұндай майды мұрын бітелген кезде 5-6 тамшыдан тамызады. Қара терек. Бұл ағаш үлкен қалаларда жиі кездеседі. Дегенмен, экологиялық мәселелердің бар екендігін ескеріп, бүрлерді жинау үшін ауылды аймақтарға барған дұрыс. Орманда сирек өсетінімен, оны өзен-көлдердің жағасынан оңай жоқтырасыз. Қара терек бүршіктерінде пайдалы шырыш, органикалық қышқылдар, флавоноидтар қабынуға қарсы көмектеседі. С витамині мен эфир майлар бар. Қара терек бүршігі медицинада ауруды басатын тыныс жолдары, цистит, несеп шығару жолдарының созылмалы ауруларында күшті антисептикалық, сонымен қоса ыстық түсіретін құрал ретінде қолданылады. Қара терек жақпа майы мен тұнбасы саңырауқұлақтардан болатын тері ауруларын емдеуде таптырмас ем. Цистит кезінде 30 грамм терек пен қайың бүрін, 60 грамм тобылғының гүлі мен шай қурай шөбін, 40 грамм түймедақ жалбыздың жапырақтарын 1,5 литр суға тұндырып қояды. Оны сүзіп,
әр 2-3 сағат сайын қабылдау керек. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Шипа болсын. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.